Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 19-шы сабақты талқылаймыз. Сабағымыздың тақырыбы жақсы мен жаманды айыра білемін. 19-шы сабақ қаратпа сөз. Бірінші жаттығу. Кестедегі сөйлемдерді салыстыр. Олардың мазмұнына, тыныс белгілеріне назар аудар. Айырмашылығы. Сол жақтағы сөйлемдерге қаратпа сөздер. Арайлым, әже, қызым. Осы қаратпа сөздер бар және сөйлеушінің біреуге тікелей қаратып айтқаны байқалады. Ал оң жақтағы сөйлемдерде қаратпа сөздер жоқ, жай ғана хабарлап тұр. Яғни, бірінші бағандағы сөйлемдер қаратпа сөзді сөйлемдер, ал екінші бағандағы сөйлемдер жай хабарлы сөйлемдер. Сөйлемдерді салыстыру барысында не байқадың? Бұл жерде сол жақтағы сөйлемдерде адамға тікелей қаратып айтылған сөздер бар, ал оң жақтағы сөйлемдерде ондай сөздер жоқ. Екінші мәтінді тыңда. Нұржан кішкентай ағаштың артық бұтақтарын қия бастады. Байқамай, қабығымен қоса діңін кертіп тастады. Балам-ау, мұның не? Ағашты жарақаттадың ғой, енді ол жылайтын болды. Нұржан қалт тұрып қалды. Қалайша, ағашта жылай ма? Деді таңданып. Әрине, оның да жаны бар, ол да тіршілік иесі, оны сезіне білуің керек, деді бағбан. Мәтін не туралы? Және оған ат қой. Тағы басқа тапсырмаларды бірге орындайық. Бірінші мәтін не туралы? Мәтін табиғатты қорғау, ағашқа жанашыр болу туралы айтылған. Мәтінге ат қоятын болсақ, мысалы, ағашта тіршілік иесі, немесе ағаштың жаны бар деп қойсақ болады. Үшінші, мәтіндегі негізгі ойды білдіретін сөйлем. Әрине, оның да жаны бар, ол да тіршілік иесі. Осы сөйлем негізгі ойды білдіреді. Бұл сөйлем арқылы автор табиғатты, соның ішінде ағашты қорғау керек екенін жеткізеді. Төртінші, өз ойыңды білдіру. Менің ойымша, расында да ағаш тіршілік иесі. Бізде ауа, таза ауа, көлеңке сыйлайды. Сондықтан оған зиян келтірмеуіміз керек, балалар. Бесінші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша жоспар. Бірінші, Нұржан ағаштың бұтағын қиды. Екінші, қателесіп ағаштың діңін жаралады. Үшінші, бағбан ағаштың жаны бар екенін айтты. Төртінші, ағашқа қамқор болу керектігін түсіндірді. Алтыншы, қарамен жазылған сөзге балам-ау, яғни назар аудару. Бұл сөз қаратпа сөз. Ол бағбанның Нұржанға тікелей қаратып, мейіріммен таңдана айтқанын білдіреді. Неге қолданылған? Нұржанға жылы жақындықпен сөйлеу үшін, баланың қателігін ұрыспай түсіндіру мақсатында, сөйлемге эмоция әсер беру үшін. Яғни, балам-ау сөзі мәтінде Нұржанға қарата айтылып тұр, және де мәтіннің мәнерін жұмсартып, мейірімге толы қылады. Үшінші тапсырма. Мәтінді тиісті дауыс ырғағымен оқы, қаратпа сөздерді тап. Шырағым, Кәмәш, мына қара сақаудың баласы саған бүлдірген әкеліпті. Өзі бұрын есік ашпаған бала екен, жақсылап көйлек тігіп кигіз. Иә, балам, оқып жүрсің бе? Оқып жүрмін, Абай ата. Мәтінді көшіріп жазып қаратпа сөздердің астынсыз. Бұл жерде қаратпа сөздер: шырағым, Кәмәш, балам, Абай ата. Қаратпа сөздің тыныс белгісіне назар аудар. Қаратпа сөз сөйлемнің басында үтір қойылады. Шырағым, үтір, Кәмәш, үтір. Қаратпа сөз сөйлемнің ортасында келсе, екі жағынан үтірмен бөлінеді. Қаратпа сөз сөйлемнің соңында келсе, алдынан үтір қойылады. Оқып жүрмін, үтір, Абай ата. Абай ата бұл жерде қаратпа сөз. Төртінші жаттығу. Орны ауысқан ашық хат бөліктерін қалпына келтір. Қымбатты әже, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Ашық хатты жазып, қаратпа сөздің астынсыз. Бұл жерде қаратпа сөз қымбатты әже. Бұл жерде қаратпа сөз сөйлемнің басында келіп, леп белгісі қойылған.
Балалар, сабақ түсінікті болса, сау болыңдар. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.